Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өз дауысыңыз арқылы қалай қаражат табуға болатындығы жайлы айтатын боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, өз дауысыңыз арқылы қаражат табуға болады. Жалпы мен осы уақытқа дейін сіздерге өздеріңіздің дикцияңызды жақсартыңыздар, өз дауыстарыңызбен жұмыс жасаңыздар деп айтып келемін. Өйткені оның себебі сіздердің табысыңызды 2 есе арттыру. Немесе сіздерде мысалға ашылмаған қырыңыз болуы мүмкін. Сіздің даусыңыз мүмкін өте керемет шығар, бірақ сіз өз даусыңызды әлі аша алмай жүрген болуыңыз мүмкін. Ал сіз осы дикцияға арналған жаттығуларды жасау арқылы өзіңіздің даусыңызды жақсарта аласыз, және де ашылмаған өзіңіздің даусыңызды қалыптастыра аласыз, өзіңізге деген сенімділікті де арттыра аласыз. Жалпы осы себепте дикцияға арналған жаттығуларды жасап көру керек. Және де ең басты себебі ол өз даусыңыз арқылы қаражат табуға болады. Мысалға айтатын болсақ, өз даусыңыз арқылы жарнама жасау арқылы қаражат таба аласыз. Жарнама мысалы қазіргі таңда кез келген жерде қолданылады. Телевидениеда, сайтта, немесе өзіңіз кез келген сауда орнына барсаңыз да, мекемеге барсаңыз да жарнаманың дауысын естисіз. Сол кезде сіз қызығып көрдіңіз бе? Ол жарнаманы оқып жатқан кім? Ол жарнаманы мысалға кейбір кездерде дикторлар немесе журналистер емес, мысалға біз секілді қарапайым адамдар да оқып жатады. Мысалға менің бір танысым жақында ғана осы үлкен сауда орталығындағы бір магазинге, яғни дүкенге жарнама оқып берген болатын. Оған қомақты қаржы төледі, бірақтан да ол кісінің ешқандай журналистік білімі жоқ, және де ол кісі қазір декретте отырған ана. Сол секілді сіздерге де ешқандай кедергі жоқ. Егер де сіздердің дауыстарыңыз өте керемет, дикцияларыңыз жақсы болса, онда сіздерге қазірден бастап жарнамаларды оқып табыс табуға болады. Жалпы мен сіздерге айта кетейін, қаражат табудың тағы да екінші жолы бар. Бұл жолда сіздер кітаптарға озвучка жасайсыздар. Яғни қазір білесіздер, көптеген кітаптардың аудио нұсқалары шығып жатыр. Дегенмен де сіздер қарайтын болсаңыздар, енді қазақ тіліндегі кітаптардың қазіргі таңда аудио нұсқалары өте аз. Саузақпен санарлық десек те болады. Сол үшін де сіздерге, егер де сіздердің дауыстарыңыз өте керемет, шығармаларды оқылған кезде дауыстарыңыз өте әдемі, анық шығатын болса, онда сондай кітаптарды озвучка жасаумен айналыссаңыздар болады. Бұл да бір үлкен табыс алып келетін жалпы кәсіп түрі десек те болады. Жалпы негізі мен сіздерге айта кетейін, сіздер айтуларыңыз мүмкін, яғни менің даусым жақсы, менің дикциям өте әдемі, бірақтан да мен бұл жұмыстарды қайдан таба аламын? Егер де сіздің даусыңыз өте жақсы болса, онда сіз қазіргі таңда арнайы жарнама жасайтын компаниялар бар, немесе арнайы жарнама жасайтын арнайы мекемелер бар. Сондай мекемелерге өзіңіздің дауысыңызды жіберіп көріп, яғни ол кісілерге мысалға сіздің кез келген жерде көмегіңіз тиіп қалуы мүмкін. Мысалға, олар жарнамамен айналысқан кезде міндетті түрде дауысты іздейтін болады. Сол кезде, дауыс іздеген кезде сіздердің осы жіберген аудио нұсқаларыңызды да өзінің заказ берушілеріне, яғни тапсырыс берушілеріне көрсетуіне болады. Мысалға, сіздер енді біріншіден барып, сіздер мен мынанша қаражатқа даусымды бастырамын, мен осындай қаражатқа жарнама оқимын деп айта алмайсыздар. Мысалға, сіз бірінші кезекте тегін оқып беруіңіз мүмкін. Одан кейін 5.000 теңге, 10.000 теңге деген секілді солай өзіңіздің қаражатыңызды арттыра бересіз. Жалпы сіздің тәжірибеңіз асқан сайын, сіздің тиісінше өзіңіздің жалақыңызды асатын, яғни көбейетін болады. Сол үшін де ең алдымен сізге бүгіннен бастап көру керек. Ең алдымен тегін жарнамаларды оқып көріңіз, достарыңызға, туыстарыңызға оқып беріңіз. Тағы да басқа. Менің ойымша, сіздердің достарыңыздың арасында міндетті түрде өзінің кәсібі бар, өзінің дүкені бар достарыңыз бар, немесе туыстарыңызға солай тегін оқып беріңіз. Кейін басқа олар жолдастарына айтқан кезде осылайша олар сізге тапсырыс бере бастайды. Жалпы негізі өзіңіздің даусыңыз арқылы табыс табудың жолдары өте көп. Ең сізге қазірден бастап сол нәрсеге ұмтылу керек. Жалпы мен сіздерге айта кетейін, осы ретте өздеріңіздің дауыстарыңызды
басқаларға жіберген кезде сіздер ұялмаңыздар. Мысалға кейбіреулер ойлайды, дауыс тембрі әдемі, бізге дауыс керек, немесе тағы да басқа деген секілді вакансияда жазылып тұрады ғой, яғни сол жерде менің даусым бұған сәйкес келмейтін секілді, менің даусым ондай емес деген нәрселерді алып тастау керек. Мысалға, әр адамның дауыс тембрі әртүрлі болады, яғни олардың кейбіреуің кішкене дөрекі, кейбіреуің өте жіңішке, бірақтан да оның барлығы сізге жарнама оқуға кедергі келтірмейді. Себебі сіз ең бастысы еркін болсаңыз, және де өзіңіз оқып жатқан заттың не екендігін, оны не үшін қолданатындығын, оған өзіңіз сезіне алатын болсаңыз сол затты, онда сізден өте керемет жарнама оқитын маман шығады. Және де одан кейінгі дүние, ол жалпы өзіңіз сол оқыған жарнамаға сене алуыңыз керек. Егер де сіз өзіңіз оны жарнамаға сенбейтін болсаңыз, сол затты өзіңіз сатып алғыңыз келмейтін болса, онда басқалар да сатып алғысы келмейді. Сол үшін де бүгіннен бастап дайындалып оқып көріңіз. Ең бастысы, ол затты сіз оқыған кезде өзіңіз де сатып алатындай болуыңыз қажет. Сонда ғана ол жарнама басқаларға өтеді. Ал егер де сіз өзіңіз ол жарнаманы жасағаннан кейін ол затты сатып алғыңыз келмесе, онда ол басқалар да сатып алмайды деген сөз. Сол үшін де достар, әрдайым еркіндікте болып, өзіңіздің даусыңызға сеніңіз. Сіздерге айта кетейін достар, менің сүйікті журналистім Әйгерім Есенәлі Таңшолпан бағдарламасының жүргізушісі болған. Енді ол кісінің инста парақшасын оқыған кезде ол кісі айтады, яғни мен Лав радиоға қызметке тұруға барған кезде, кастингке барған, сол кезде кастингке барған кезде, ол еш нәрсені ойланбай, тек қана кастингке қатысу үшін ғана барған. Және де кастингқа қатысқан, ешқандай ұялмаған, өзінің жіңішке даусынан, өзінің ойнақы даусынан ұялмай, қайта қалай бар, сол қалпында өзін көрсетіп, қайтқан болатын. Және де сол кастингтің нәтижесінде ол кісі радиоға қабылданып кеткен. Яғни, біріншіден айтатын болсақ, мысалға сіз егер де өзіңіздің ішіңізде мен радиоға барғым келеді, мен радиода жұмыс істегім келеді дейтін арман болса, бірақ менің даусым ой сәйкес келмейді, мен радиодағыдай сөйлей алмаймын десем, онда қателесесіз. Өйткені қазіргі таңда бір-бірін көшіретін, бір-бірінен копировать ететін адамдар өте көбейіп кетті. Сол үшін де егер сіздің даусыңыз ерекше болса, сіздің дикцияңыз жақсы болса, онда сіз радиоға міндетті түрде бара аласыз. Ең бастысы басқаларды копировать етпеңіз. Сіздің даусыңыз жақсы ма? Болды. Сол дауыспен сіз кастингке барып қатыса берсеңіз болады. Ал басқалар секілді мен де даусымды созып сөйлеуім керек, айғайлап сөйлеуім керек, тағы да басқа деген нәрселерді мүлдем алып тастаңыз. Себебі сіз басқалардан көшірмесі емессіз, сіз жалғыз тұлғасыз, және сіздің өзіңіз дауыс тембріңіз бар, және де өзіңіздің дикцияңыз бар, және сол үшін де сіз сол нәрсені сақтап қалуыңыз қажет. Мен мысалға соңғы кезде байқайтыным, көптеген радиоларда жас жүргізушілер, олар егде жастағы жүргізушілердің немесе бұрынғы журналистердің сондай бір дикциясына, мақамына салып алады, сол мақаммен айтып береді, немесе оқып береді. Бірақтан да енді ол кейбіреулерге жағымды естілуі мүмкін, ал бірақ мен секілді журналистиканы бітірген студенттер үшін, журналистика саласында жұмыс істеп жатқан жандар үшін жасандылық болып көрінеді. Шыны керек, мысалы мен радионы тыңдаймын, радионы тыңдап бара жатқан кезде мүлдем олардың дауыстарын кейде естігім келмейді. Өйткені басқа журналистің тура сол қалпында дауысын копировать етіп алған, ешқандай өзінде ештеңе жоқ, тек қана жасандылықпен солай көрсетіп жатыр. Мүмкін оның дауысы одан да керемет шығар, бірақ ол сол жасандылық арқылы өзгенің дауысын көшіріп алды. Сол үшін де достар, сіздер ешкімнің дауысын көшірмеңіз. Достар, тағы да бір дауыс арқылы табыс табудың жолы ол онлайн сабақтар. Мысалға, қазіргі таңда көптеген журналистер, немесе блогерлер, өте көптеген кәсіпкерлер, кез келген маман иелері өздерінің курстарын сата бастады. Бірақтан да сол сатып жатқан кезде кейбіреулерін байқайсыздар, дауыстары жақсы емес, дикциялары өте нашар болады. Және де олар мысалға арнайы мамандарды жалдап, солай өздерінің онлайн сабақтарын жасатады. Ол онлайн сабақтар үшін олар, менің ойымша, өте көптеген қаржы төлейді. Сол үшін де сіздерге қазірден бастап өзіңіздің дикцияңызды жақсарту керек. Сонда ғана сіз өз даусыңыз арқылы қаражат таба аласыз. Достар, қорыта айтатын болсақ, өзіңіздің дикцияңызды жақсарту арқылы, өз даусыңыз арқылы өте көп қаражат табуға болады, және оның мүмкіндіктері өте көп. Ең басты сізге бүгіннен бастап іздену керек, және де бүгіннен бастап өзіңіздің даусыңызды сатып үйрену керек болады.
Егер де достар менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да қызықты видеолар шығатын болады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.